Афараайтум ал-ма аллази ташрабун. Мына өздерің ішіп жүрген ауыз суды көрмедіңдер ма дейді әлі. Ауыз суды, мына көру деген нәрседе, құрметті жамағат, көрмедіңдер ма дегені, мені көріп тұрған жоқсың ба дейді анадан. Қарашы, мына суды қанша жыл болды мына суды пайдаланып жүргеніңе. Мына су арқылы мені көрген жоқсың ба дейді әлі. Не дейді сенің көзің сонда? Міне бұның барлығына биологияда болсын, анатомияда болсын, күллі жаңа пәндерде, дүнияуи пәндерде қиянаттың кетіп атқаны. Күллі дүнияуи пән Құдайдың жаратқан нәрсесін үйретеді. Одан басқа не үйретейін деп едің сен бұл дүниеде? Айтшы. Құдайдың жаратып қойған нәрселерін ғана сөйлейсің сен. Сол үшін ақша табасың. Мына Уақиға сүресінің соңында соны айтады. Алланың жаратқан нәрселерін сөйлейсің де ризығыңды тауып атсың дейді. Менің атымды бір атамадың ғой дейді. Менің жаратқан нәрселерім арқылы дейді, тауып атсың дейді ақшаны. Сонда сол дүнияуи пәндердегі мақсат, бірақ мақсат өзі. Кез келген дүнияуи пәндегі мақсат Құдайдың құдіретін таныту, авторын таныту болды. Ар жағында ол адам керемет жаңағы Алласымен байланысын орнатуға мүмкіндік табады. Міне қараңыз, мен оқытамыз, сосын бала шығады. Бәленбай жыл болған салқын суды ішіп жүргеніне, әлі ол судан Құдайды көре алмаған. Міне Құран келіп өмірімізге араласпаса, осылай көре алмай, қалай қанша буын өтіп кеткен? Өтіп кетеді де еді. Сондықтан Алла Тағала айтады, мына өздерің ішіп жүрген ауыз суларыңа қараңдаршы. Сосын айтады, «Антум анзалтумуху минал музни, ам нахнул мунзилун». Сендер ме олардан бұлттан сүріп жүрген жерге, әлде біз ба? Мен жаңағында бір жаңбыр жауды мысалы, ана бұлттарды әкеп. Қай географияның маманы, немесе жаңағы аспанды зерттейтін маман, жаңбыр суды зерттейтін маман сол бұлтқа бүгін араласты. Кімнің қолы араласты өже? Алла Тағала істеді оны. Мыналарға бір жаңбыр жаудырайын деп. Сен ба дейді сол жаңбырды жаудырып жүрген, айтшы дейді нақты. Шақыру тастады. Жоқ. Әлде біз ба дейді. Әрине сен Раббым. Сонда айтады, ана күнәларың себепті сондай қасарысып, әркімге дейін басыңды сәждеге қоймағай жүргенің үшін сенің. Қаласам еді, мына суды тұз қылып жіберетін едім дейді. Міне. Құдықтағы суымды да тұз қылатын едім, аспаннан жауатының да тұз қылатын едім. Мен сол кезде көретін едім сенің түріңді дейді. Бірақ соны да істемейді ғой. Көрдің бе? Жақсылықты осылай істей аласың ба біреуге? Мен қаласам істер едім дейді оны. Сен қарасаңшы, құдіреті жетуші Алла қаламай тұр ғой соны. Ақылмен келуіңді қалайды. Егер қаласақ еді оны тұз қылып түсірер едік те, фәләулә ташкурун. Әлі де шүкір етпейсіңдер сендер дейді. Сендерге оң жақтан да, сол жақтан да күллі ақылыңа керек нәрсені беріп жатсақ та, әлі де не естеріңді жия алмайсыңдар, не шүкір етпейсіңдер, не растамайсыңдар деген аяттарды айтып отыр Алла Тағала.